Ажырасқандар адам емес па сонда? Біз осы 25 үйді жетім жесірлерге арнап соққан кезде бір шарт қойдық. Ажырасқандарға бермейміз деген. Ол кімдерге беріледі деген кезде енді көп балалы жолдасы қайтыс болған нағыз жетім жесірлерге береміз деп шештік. Осы сәтте көпшілігі түсінбей қалып жатады. Неге сендер ажырасқандарға бермейсіңдер? Сонда ажырасқандар адам емес па деп жатады. Балдарының не кінәсі бар оның деп. Әрине оның баласының ешқандай кінәсі жоқ. Бірақ сондай аналар бар, үй алу үшін, біреуден ақша алу үшін ажырасатындар. Мен өзім куә болған бір отбасы бар. Біз оған үй беруге сәл қалған болатынбыз. Ол адам сол күйеуі жұмысқа жарамды, жұмыс жасап жүрген жолдасы болған. Бірақ оның табысы аз деп, сен мені баға алмайсың, мені қорлар бағады деп, сол мақсатта ғана ажырасып кеткен ананы көрдік. Оны да дәлелдей білдік. Сондықтан да біз енді ажырасқандарға көп балалыға үй береміз дейтін болсақ, кейбіреулері ажырасқаннан кейін жаңа бала саны аздау болып тұрса, жолдан бала көтеріп алып, осы қорлардан үй аламын деп сондай шешімге келіп жатқан аналар да бар. Сондықтан да біз ең біріншіден ажырасуды көбейтпеу мақсатында ол кісілерге үй бермейміз деп шештік. Екіншіден, бала шағасы аз болған аналар бар. Солардың жеңіл жүрістен бала тауып алмасын деген мақсатта біз ажырасқанға және форма 4-ке үй бермейміз деп шештік. Яғни форма 4 деген біле біліңіздер, жолдасы болмаса да көшеден көтеріп алған аналар, соған балдарына форма 4 деген құжат беріледі. Біз ондайларға үй бермейміз.